Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен шетел тілдер педагогикалық колледжінің педагогика пәні оқытушысы Жұматаева Гүлзада Жетпісбайқызы. Сабақтың тақырыбы педагогикалық технология түсінігі. Бүгінгі сабақта біз осы көрсетілген тақырыпшаларды меңгеру арқылы жаңа сабағымызды тереңірек түсінетін боламыз. Көптеген уақыттар желісінде технология түсінігі педагогикалық ұғымдар қорынан тыс қалып келді. Шынайы мәні шеберлік жөніндегі ілім. Алғашқы педагогтар педагогикалық технология, оқыту технологиясы және тәрбиелеу технологиясы ұғымдарының өзіндік мән мағыналарына назар аудармай келді. Педагогикалық технология педагогикалық үрдіске қатысушылардың барлық көрінісінде белсенді іс-әрекетін көздейтін, белгіленген қасиеттері бар өнімді алуға мүмкіндік жасайтын үрдістер мен әдістердің бірізділігі мен жиынтығы ретінде қарастырылады. Педагогикалық технология кешенді процесс. Ол өз құрамына адамдарды, идеяларды, құрал-жабдықтарды, сонымен бірге жоспарлау, қамсыздандыру, бағалау және білім меңгерудің барша қырлары жөніндегі проблемалар шешімін басқаруды қамтиды. Педагогикалық технологиялар көп түрлі болуына қарамастан, олардың іске асуының екі ғана жолы бар. Біріншісі теориялық негізде орындалуы, екіншісі тәжірибемен жүзеге асуы. Технология бұл іс-әрекетті ұйымдастыру және оны жүзеге асыруда құралдарды таңдау ережесі. Педагогикалық технология педагогикалық процесті ұйымдастыру мен жүзеге асырудың жобасы. Сонымен, технология астарында не жатыр? Оқу технологиясы жөніндегі идея қай заманда пайда болған? Мұндай ғылымдық мәні бар ой жаңа емес. Кезінде оны Янамус Каменский де дәріптеген. Ұлы педагог 16 ғасырда оқудың технологиялық болатынын уағыздап, оның мүлтіксіз тиімді нәтиже беретін жолдарын іздестіріп бақты. Янамус Каменский еңбектеріне үңіле түссек, педагогикалық технологияға бастау берген даналық пікірлерді табамыз. Оқыту технологиясы оқыту үрдісінде алдын ала жоспарланған, оқытудың диагностикалық қойылған мақсатына практикада жүйелілік пен бірізділікпен жету құралдары. Оқу технологиясының топтастырылуы сонымен бірге нақты кезеңде басым болған мақсаттар мен міндеттерге, оқуды ұйымдастыру формасын қолдануына, дәл кезеңде қажет болған әдістерге және басқа да негіздемелерге тәуелді келеді. Оқу технологиясы педагогикалық шеберлікпен өзара байланысты. Бір технологияны әрбір оқытушы жеке іске асырып отыруы мүмкін. Ал осы іске асырудағы технологиялық ерекшеліктерден мұғалімнің оқу шеберлігі көрінеді. Педагогикалық технология ұғымына әртүрлі анықтамалар берілген. Бірінші, педагогикалық технологияны қойылған білім беру мақсаттарын тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, тәрбиелеу мен оқытудың теориялық негізделген процестерін жаңадан өндірудің, еске түсірудің құралдар мен әдістер жиынтығы ретінде анықтайды. Алманахов педагогикалық технология мұғалім мен оқушы үшін жағымды жағдайды қамтамасыз ететін оқу үрдісін жобалау деп пікір білдірген болатын. Құсайынов есебінше, педагогикалық технология әдеттегі түсініктерден басқа. Ол мұғалімнің жоспарланған оқыту мен тәрбиелеудегі мақсаттары мен нәтижелерге жету мен сабақ беру үрдісі емес. Ол кәсіби ұстаздың басшылығымен оқушылардың өзінің және өзара оқыту процесі, ол білім берудің мазмұны мен оқу жоспары мен бағдарламаларында ескерілген іс-әрекеттердің сол түрлерін меңгеру жұмыстарының әрбір салаларында болатын өзгерістер мен қайта құру болады деп пікір білдірген болатын. Оқыту технологиясын қолдану мүмкіншілігіне төмендегілердің әсері бар. Бірінші, жаңалықты ендіруге даярлық. Бұл ең алдымен стратегиялық және технологиялық өңделген білімдік құжаттардың болуы. Екінші, мұғалімдердің оқыту технологияларын меңгеруге, қолдануға деген себептендіруді тудырып,
Үгіттеушілік бағыттан конструктивтік технологиялық жұмысқа бағыттау білім сапасын арттырудың маңызды құралы. Үшінші, оқытудың қазіргі технологияларын оқыту үрдісінде қолдану, оқыту технологиясына қызығушылық таныту, ынта қою. Оның мақсат мазмұнын, болашағын түсініп, іс жүзіне асыра білу белгілі бір мақсатты жүйелі дайындықтың нәтижесі болып табылады. Бүгінде педагогикада технология ұғымы үш жерде қолданылуда. Қазір кейбір әдебиеттерде әдістемені немесе оқытуды ұйымдастыру түрлерін технология дейді. Нақты педагогикалық жүйені технология дейді. Давыдов технологиясы, дамыту оқыту технологиялары. Қасиеттері белгілі өнім алу үшін қолданылатын әдіс-тәсілдердің жиынтығы және жүйесі технология деп аталады. Технологияның бірінші анықтамасы педагогикаға ешқандай жаңалық енгізбейді. Екінші анықтамада бір сөз екінші сөзбен алмастырылған. Бұрын Давыдов, Эльконин, Занков тағы басқа әдістемесі десе, қазір технологиясы дейді. Екінші анықтамада технология ұғымы өндіріс саласынан педагогикаға алғаш енген кездегі мағынасын жоғалтады. Сондықтан үшінші анықтама дұрыс. Себебі ол өндірістік технология ұғымына жақын. Технология дегеніміз өндірістік процесті және оның тәсілдерін ғылыми тұрғыдан суреттеу. Технологияны педагогикада қолдану шекарасы бар. Себебі технологияның нақты мақсаты болады. Кез келген қазіргі педагогикалық технологиялар педагогика ғылымы мен практикасының жетістіктері, дәстүрлі тәжірибедегі құнды дүниені, әлеуметтік прогрестің жетістіктерін, қоғамдағы гуманизация мен демократия жемісін жинақтаушы болады. Жалпы алғанда, педагогикалық технология түрлерін таңдау білім беру саясатында, білім беру реформасына, дидактикалық тұжырымдамаға, немесе оқыту теориясы мақсатымен тәрбиелеу және оқыту міндеттеріне, педагогтың кәсіби және жеке тұлғалық қасиеттеріне, әдіснамалық бағытына байланысты жүзеге асырылады. Мақсат бізге керекті түпкі нәтиже. Нәтижені көріп, мақсатқа жеттік пе деген сұрақтарға жауап беру. Мұндай мақсатты педагогикада диагностика арқылы анықталған мақсат дейді. Диагностика арқылы оқушылардың білім, іскерлік, дағды деңгейлері және қабілеті анықталады. Нәтижесінде оқушыға тағы да қандай білім, іскерлік дағдылар беру керектігі жоспарланады. Технологияның кезеңдері оқытудың мақсатын диагностика арқылы қайта тұжырымдау. Жаңа мақсатқа жету кезеңдерін белгілеу. Диагностика негізінде оқытудың жаңа мақсатын қою. Технологияда оқушыда қалыптасатын сана, сапа, қасиет, іскерлік анық суреттеледі. Енді біз жаңа тақырып бойынша біраз мәліметтерді білсек, өзін-өзі тексеру сұрақтарына жауап берейік. Технология ұғымына анықтама беріңіз. Оқу технологиясы жөніндегі идея қай заманда пайда болған? Педагогикалық технология дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап берсек, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс. SMS әдісі арқылы жолдауларыңызды сұраймын. Сабақта не ұнады, маған ұнамады, сабақта өзгерткім келеді. Осы сұрақтарға жауаптарыңызды маған SMS жазу арқылы жіберсеңіздер болады. Үй тапсырмасы. Бірінші, педагогикалық технология туралы не түсіндіңіз? Мысал келтіріп, ойыңызды дәлелдеңіз. Екінші тапсырма, педагогикалық технология туралы ғалымдардың айтқан пікірлеріне талдау жасаңыз. Сіздерге ұсынылатын ресурстарды осы қолданып, көрсетілген мекен-жайларға жіберулеріңізді сұраймын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.